Таразда 80 отбасы баспаналы болды. Көп пәтерлі тұрғын үйдің табалдырығын бірінші болып, ұзақ жылдан бері кезекте тұрған отбасылар аттады. Жұрт қоныс тойын тойлап, шашу шашылды. Мемлекеттік Нұрлы жол бағдарламасы аясында салынған тұрғын үйлер 15-ші ықшам ауданынан берілді. Жаңа қоныс иесі Индира Бекежанова 9 жыл бұрын кезекке тұрған. Бұған дейін бала-шағасымен көшіп қонып, жалдамалы пәтерлерді жағалап келіпті. Қиындыққа мойымай, байсалдылықпен күтіп, 3 бөлмелі баспанаға қол жеткізді. Енді көп балалана 6 баласымен ертерек көшіп келудің қамын жасамақ. Тұрғын үйден звондаған кезде қуанғанымыздан соншалық балаларымызға қуанып, секіріп кетті балаларым ше. Қуаныштарына шегі жоқ енді. Әттен енді жеттік енді. Осы үйде тек қана қуаныш, той болсын деймін. Қазір Тараз қаласында пәтер кезегінде тұрған 18 мыңнан астам адам бар. Бұл баспана мәселесін шешу бағытында Нұрлы жер бағдарламасы тиімділігін көрсетіп отыр. Мемлекеттік жоба аясында биыл тағы 20 тұрғын үй салу жоспарда. Оның 10-ы несие арқылы берілетін үйлер болса, қалғандары кезектегілерге беріледі. Алғашқысын беріп жатырмыз 80 пәтер. Келесі аптада осы айдың соңына дейін бір айдың көлемінде тағы да 3 үй беріледі. Дайын тұрған үйлер, бұлардың барлығының жарықпен, сумен, жылумен бәрі қамтамасыз етілген. Жалпы дәл осы жаңа ықшам ауданда 280 көп қабатты және 1000-ға тарта жеке тұрғын үй салынады. Барлық үйлер мемлекеттік бағдарламалар арқылы беріліп, кезекте тұрған тараздықтарға үлестіріледі. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Тараз, Хабар 24.